Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді болып шығатын шоколадный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Мен барлық керекті ингредиенттерді видеоның астына, яғни описанияға жазып қойдым. Ең бірінші 3 жұмыртқамызға қант салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Ары қарай сүтімізді, сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай болып шығуы қажет. Ары қарай құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық қопсытқыш және какаомызды ұнға қосып, барлығын ыдыстың ішінде жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды аз-аздан салып тұрып, сұйық масса болғанша араластырамыз. Міне бізде осындай сұйық масса шығуы қажет. Енді осы массамызды формаға құйып пісіреміз. Мен 30 диаметрлік противинді қолдандым. Одан басқа 25-26 диаметрлік формаларды қолданса да болады. Форманы майлауды ұмытпаймыз. Пирогымызды 200 градуста 10-15 минут пісіреміз. Дайын болған пирогымызды бөлме температурасында 5-10 минут суытамыз. Пирог сондай дәмді, жұмсақ болып шықты, кәдімгідей ауызда ериді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.